Өз басым Кәрім Мыңбаев жайлы 2006 жылы Кәрім Мыңбаевтың 100 жылдығын тойлағанда, бұл енді Қарағанды облысы Нұра ауданы Нұра кентінде Кәрім Мыңбаевқа арналған үлкен іс-шара өтті. Сол кезде білдім. Марқұм менің ғылыми жетекшім Болат Әбдікәрімұлы Жабай, бұл Кәрім Мыңбаев жайлы бір еңбек жазу керек, монография жазу керек, онсыз болмайды, ұят болады деп ескертіп айтып еді. Енді Кәрім Мыңбаев жайлы содан бастап еңбек жазуға кірістік, мақала жазып, содан Кәрім Мыңбаевтың 110 жылдығына 2016 жылы мынау Қанат бауырыммен бірігіп Сейітқали аға Жұмабек Тәшеновті жазып болғаннан кейін Сейітқали аға екеуміз осы Кәрім Мыңбаевтың еңбегіне кірістік. Бұл еңбек бір 3 жылдай жазылды. Кәрім Мыңбаев кім десек, енді Кәрім Мыңбаев өзі мектепте оқуды бітіргеннен кейін осы өзі Қарағанды облысының тумасы болғанмен осы Ақмола қаласына келіп білім алады екен. Одан Алматыға жол тартып жоғарғы оқу орнына келгенде Сәкен Сейфуллиннің кеңесімен Ташкенттегі институтқа оқуға барады. Сол кезде Сәкен Сейфуллин сұрайды екен, қандай мамандық таңдап отырсың, қай мамандықты деп. Сонда бұл кісі айтады екен, мен енді филолог, жазушы болғым келеді, өзім біраз өлең жазам деп, ақындығым бар деп. Сонда Сәкен Сейфуллин айтқан екен, кеудеңде Алла берген ашытқы болса, сен қандай мамандықтың иесі болсаң да, ертең кітап та жазасын, өлең де жазасын, бізге қазір керек жаратылыстану ғылымдары деп, осы кісінің кеңесімен Кәрім Мыңбаев Ташкентке оқуға түседі. Кейін енді биология мамандығы бойынша аяқтап шығады. Енді қарап отырсақ, бұл өмірде Алла өз маңдайға жазған не болады ғой. Қарап отырсақ, бұл кісі жоғарғы оқуын бітіріп келгеннен кейін ары қарай ғылымдық жолын дамытам деп Ленинград қаласына барады, қазір Санкт-Петербург. Сол кезде қараңыздаршы, әлемге танымал генетик Вавилов осы кісінің ұстазы болады. Сонда алған тақырыбын қандай десе, қазақтың даласында өсетін тау сағызынан осы мына каучукты шығару тәсіл екен. Осы кезде ең өзекті тақырып болып тұрған екен. Содан осы Қазақстан даласында тау сағызымен айналысады бұл кісі. Көріп отырсақ. Кейін енді бұл кісі кандидаттығын қорғайды. Кандидаттығын қорғап, сол Ленинградта жүрген кезде ары қарай ғылым жолында бөлім бастығы болады, сол ғылыми зерттеу институтында. Сол кезде екінші дүниежүзілік соғыс басталды дейміз, 41 жылы отан соғысы. Сол кезде Ленинградты қорғау. Бұл кісі өзі ғылыми атағы бар, майор шенімен, жаңағы айтамыз ғой, политрук ол кездегі. Политрук болып Ленинградты қорғау әскерінің қатарында қалады екен. Содан Сталинге жеткізеді екен. Бұл енді Шерхан Мұртазаның айты бойынша мынау каучукты көп қажет болып атқанда зерттеген ғалымдар кім дегенде, осының ішінде Кәрім Мыңбаев. Ол қазір қайда дегенде Ленинградты қорғауда жүр деген екен. Ол кезде білесіздер, жақсы ғалымдарға, мемлекетке қажетті адамдарды алып қалуға бұрын берілетін. Содан Сталин соғыстан қайтарған екен бұл кісіні елге. Пайдасы тисін деп, сендей адамдар, ғалымдар отанға керек деп елге қайтарған екен, ғылым жолымен ары қарай айналысуға. Енді ол Сталин соғыстан қайтарғаннан кейін бұл кісіні Алматыға жібереді екен. Алматыға келіп бұл кісі содан ары қарай өзі докторлық диссертациясын жазады екен. Докторлық диссертациясын жазып 44 жылы аяқтап, сол Мәскеуде қорғауға келеді екен. Бұл өмір жолында қарап отырсақ, Бауыржан Момышұлымен қалай кездесті десек, сөйтсек 44 жылы Бауыржан Момышұлы да академияға оқуға келген екен Москваға. Содан екеуі танысады екен 44 жылы Мәскеуде. Содан Бауыржан Момышұлы Кәрім Мыңбаевтың докторлық диссертациясын
қорғауына қатысқан екен. Өте қуанып, қазақ ұлтшыл намысшыл Батыр ағамыз өте қуанып, қазақтың қандай дарынды міне білімді ғалымдары бар екеніне қуанып, қолдап, ана кеңестің барлығы бір ауыздан қолдағанына өте қуанған екен, міне барша қазақ атынан. Енді қарап отырсақ, бұл Кәрім Мыңбаев тұңғыш биология ғылымдарының докторы екен, осы қорғаған. Ары қарай бұл кісі өмірін соғыс аяқталғаннан кейін бұл кісілердің достығы ары қарай жалғаса берген екен. 46 жылы бетпақдаланы зерттеуді қолға алады екен. Бетпақдаланы бұл кісілер 2 ай зерттеген екен. Мойынқұм мен бетпақдаланы. Сонда Мойынқұмда 2 миллион мал, бетпақдалада 5 миллионға дейін мал ұстауға болатынын дәлелдеген. 8-10 метрден су шығатын, қаншама шөп бар екен. Зерттеп 2 айдан кейін келсе қуанып, бұл енді кеңес үкіметі қазақтың бетпақдаласын полигонға айналдырайын деп жатыр екен. Бұл еңбекті Кәрім Мыңбаевтың 110 жылдығына арнап алып шықтық. Осы бұл енді жаңағы айтқан Болат Әбдікәрімұлы ғылыми жетекшіміз, бұл Қазақстанға танымал мемлекет және қоғам қайраткері Оралбай Әбдікәрімұлының туған ағасы болады, педагогика ғылымдарының докторы. Осы Сейітқали Жақияұлы екеуміздің ғылыми жетекшіміз. Осы кісінің арман еді, осы кісінің тапсырған бізге жұмысы болатын. Осы Кәрім Мыңбаев елеусіз қалып жатыр, іздемей ешкім, осы кісіге еңбек жазу керек деп. Тек 100 жылдығында ғана осы кісіге арналған Нұрхан Мыңбаевтың бауырлары, бұл енді ұрпақтары, осы Кәрім Мыңбаевтың елде тұрады, осы ұрпақтары. Сол кісінің жазған еңбегі бартын 100 жылдығына арнаған. Содан кейін көлемді еңбек осы шығып отқан. Осы ұлы дала тұлғалары сериясымен біздің Мемлекет тарихи институтының жазылып атқан ұлы тұлғалар жайлы еңбектері көп. Мысалы атап өтсек енді Жұмабек Тәшенов жайлы жазылды, Әлімхан Ермеков жайлы жазылды, Нұртас Ондасынов, Ілияс Есенберлин жайлы. Сол еңбектердің жалғасы ретінде осы Кәрім Мыңбаевты жазған болатынбыз. Болашақта да осы институттың ғалымдары осы жобаны жалғастыруда.